Армысыздар, эфирде мәслихат тынысынан, халық қалаулыларының ел алдындағы жұмысынан ақпар беретін мәслихат хабары. Сессияларда нендей мәселелер өзекті тақырыптар қатарына ілігіп, бюджеттен қандай проблемалардың шешілуіне нақты қаражат бөлінді. Сессия мінберлерінде депутаттар позициясы қаншалықты белсенді? Бүгінгі хабарымыздан осы сауалдардың жауабын табасыз. Облыстық мәслихаттың кезекті 19-шы сессиясында депутаттар күн тәртібінде маңызды мәселені қарады. Облыс тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бағытындағы атқарылған жұмыстар сараланып, алдағы міндеттер нақтыланды. Жалпы, елді мекендердің сумен қамту жүйесін жаңғырту жобаларын іске асыру үшін жерасты су қоры болуы міндетті. Соңғы 4 жылда жерасты су кеніштері мен қорлар зерттеліп, арнайы бағдарламалар арқылы сапалы ауыз сумен қамту мәселесі шешіле бастады. Топтық су құбырына қосылған елді мекендер қатары арта түсті. Дегенмен, әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқан мәселе жоқ емес. Ал облыс бойынша ауыз су жүйесін жаңғыртуға арналған 35 жобаны қаржыландыру жөніндегі жергілікті билік ұсынысын инвестиция және даму министрлігі құптады. Бүгінде облыстағы 263 елді мекеннің 199-ы, яғни 76-да 5% орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Қалған 61 елді мекен жерасты немесе тасымалдау арқылы суды тұтынып отыр. Соның ішіндегі 25 елді мекендегі халықтың саны 50-ге жетпейді екен. Оларға ауыз су тарту экономикалық тұрғыдан тиімсіз болып отыр. 2021 жылы дорожный картада осы елді мекендер қамтылған. Ол жерде егер халық санына байланысты 50 адамға жетпейтін халық саны болатын болса, кешеде баяндамамда айтып кеттім, ол жерде жаңағы тасып ішу қаралса, тасып ішу қаралады. Оларға водовоздар алынып береді. 84 елді мекенге біз жерасты іздестіру жұмыстарын жүргіздік. Сол нәтижесінде егер суы ішуге жарамсыз болса, опреснительный установка қоямыз. Суға байланысты депутаттардың ұсыныс пікірлері көп болды. Себебі де түсінікті. Өйткені ауыз су сағаттап берілетін, алыстан арбалап таситын ауылдар әлі де бар. Қазір ауыз суды үнемдеу үшін аяқ су мәселесін шешу жөнінде үлкен мәселе болып, соны аймақ басшысының қолдауымен біз су ресурстар комитеті арқылы Ислам банкіден несие алу жөнінде ұсыныс жасаған болатынбыз. Бұл 2 жылдың көлемінде созылып кетті. Осы мәселе түбегейлі шешілсе, онда біз мына Қызылорда қаласындағы таза ауыз суды үнемді пайдалануға қол жеткізеді. Сессия отырысында ауыз судың сапасы да сөз болды. Жерасты суларын айтпағанның өзінде топтық желілерге қосылғандардың өзі толықтай таза ауыз су ішіп отыр деу қиын. Оны сала мамандары да жоққа шығармайды. Елбасы биылғы жолдауында ауылдың елді мекендерді сапалы сумен қамтамасыз ету үшін жыл сайын кем дегенде 100 миллиард теңгеге қарастыру қажет деп көрсеткен болатын. Сондықтан биылғы жылда республикалық бюджетті нақтылау барысында құны 7 миллиард теңгені құрайтын 35 жобаны инвестициялар және даму министрлігіне ұсынды. Олар қолдау білдірді. Ауыз су сапасына да баса мән беруіміз керек. Осы ретте облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне тиісті органдармен бірлесіп ауыз су сапасын қадағалап тұрақты түрде мониторинг жүргізуде. Сондай-ақ сессияның күн тәртібінде бюджетті нақтылау, шешімдерге өзгерту енгізу секілді бірқатар мәселелер қаралды. Сәуірде қалалық мәслихаттың кезектен тыс 24-25 сессиялары өтті. Шаһардың халық қалаулылары күн тәртібінде кент және ауылдық округтердің бюджет мәселесін пысықтады. Бүгінде облыстық және қалалық бюджеттерден бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен ауыл мен кентке бөлінетін қаражатты көбейту жоспарланып отыр. Мәселен, сессияда Тасбөгет кентіндегі Әбіл Қасымов көшесіне күрделі жөндеу керектігі көтерілсе, өзге елді мекендердегі жолға орташа жөндеу қажеттігі туындаған. Сонымен қатар, ауылдардағы спорт алаңдарын күтіп ұстау шығындары да нақтыланып, депутаттар тарапынан қолдау тапты. Облыс аумағында мәслихаттардан шығып қалған депутаттардың орнына жаңадан халық қалаулылары сайланғаны белгілі. Осыған сәйкес қалалық мәслихат құрамы жаңадан бір депутатпен толықты.
Кәсіпкер Мұса Әбдіқалықов Әл-Фараби сайлау округіне қарасты тұрғындардың 76,5% дауысына ие болып, депутат мандатын иемденді. Осы және өзге де мәселелер қалалық мәслихаттың кезектен тыс 24-ші сессиясында айтылды. Астана Сервис ЛТД құрылыс компаниясының директоры Мұса Әбдіқалықов Әл-Фараби сайлау округі бойынша халық сеніміне ие болды. Енді халық қалаулысы қаланың шет аймағы саналған аумақтың әлеуметтік экономикалық мәселелерін шешуге білім білігі мен күш жігерін жұмсамақ. Кезектен тыс 24-ші сессияның күн тәртібінде мұнан бөлек екі мәселе қаралды. Оның біріншісі 2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджетке өзгерістер енгізу турасында. Биыл облыс орталығындағы Түркістан, Айтуаров, Бейбарыс, Сүлейменов, Абай даңғылы және Тасбөгет кентіндегі Әбілқасымов көшесі, Махамбетов елді мекенінің 9 көшесіне күрделі және орташа жөндеу жүргізілмек. Бұл жұмыстарға қаржы облыстық бюджеттен бөлінетін болды. Жылдық кіріс түсімдері болжамы орындалмауына байланысты облыстан бізге жоғалтулар өтеуге 3,109,775,000 теңге. Қызылорда қаласында аула ішілік ойын алаңдарын орнатуға 35 миллион теңге. Бұл жерден де айтып кетейік, енді бұл да мүмкіншілікке қарай, бүгінгі күні бізге 2 аулаға қаржы бөлінуде. Ұсыныс бұдан да көп. Мұнан соң депутаттар қала әкімдігі жанынан құрылған құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі жергілікті ведомствоаралық комиссияның дербес құрамымен танысты. Олар негізінен облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаменті мен жергілікті полиция қызметі, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт бөлімі басшыларының орынбасарларынан жасақталған. Осы ретте қалалық мәслихат депутаттары аталмыш комиссияның жариялылықты талап ететін басқосуларына үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қатыстыру қажет деп тапты. Депутат мінберінің бүгінгі қонағы 16-шы пролетар сайлау округі бойынша облыстық мәслихат депутаты Жансақалов Әбдімажит Әлмағамбетұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең алғашқы сауалымызды жеке өмірлік ұстанымыңыз жайлы қойғым келіп отыр. Жалпы облыстық мәслихат депутаты ретінде, жеке азамат тұлға ретіндегі осы өмірлік қағидаңыз, өз ұстанымыңыз қандай? Осыған тоқталсаңыз алдымен. Енді депутаттық өзімнің өмірдегі адамдық қағидам. Өзім ұстаным бар, ол бірінші адалдық деп білем. Өйткені қазір бизнесте жүрген адамдардың көбісі де өздерінің жұмысын істеп жүр, бірақ соны кейбіреулер осы бизнес дегенде ақша, тек қана ақша деп түсінеді. Енді оны олай деп түсінуге болмайды. Біз кезінде осы құрылыс тоқтап қалған кездерде Байқоңырға барып, күріште саттық, ұнда саттық, майда-шүйде сауда саттықпен де айналыстық. Осының бәрі өтті, өтпелі кезеңменен қазір кезде тұрақты еліміз, тұрақты экономикасы болғаннан кейін қазір жұмысымыз жүріп жатыр, жақсы. Сондықтан осы жұмысты жүргізу үшін ең басты нәрсе адалдық деп білем. Менің өмірде кредомда осы адалдық. Адал болсаң, жұртқа өзіңде жақсы боласың. Сондықтан адал жүргенді жақсы көрем, сосын өзімнің қарамағымда істейтін қызметкерлердің сапалы жұмыстарын, солардың істеген сеніммен қарап, соларға сенім артып, осындай тірліктерді өткіземіз. Әрдайым адал еңбек табысқа, жеңіске жетелейтінін айтып өтесіз ғой. Жалпы енді осы облыстық мәслихат, 6-шы шақырылған облыстық мәслихат депутаттығына сайланғаныңызға да 2 жылдан аса уақыт болды. Бұл депутаттық мандат жауапкершілікті, тиянақтылықты талап етеді, әрине. Өз кәсібіңізбен қоса алып жүру үлкен міндет. Осы сайлауалды бағдарламаңыздың осы күнге дейін қаншалықты бөлігі орындалды? Қандай жұмыстар атқарылды? Енді мен депутат болып сайлағаннан кейін сол сайлауалды бағдарламамен жұмыс істеп келе жатырмын. Депутат деген ел мен биліктің ортасындағы көпір болып есептеледі. Сайлаушылардың жоғарыға билікке жетісе алмаған өтініш арыздарын, талап тілектерін менің міндетім соны билікке жеткізіп, сол жетілмей тұрған нәрсені дәлелдеп, көрсетіп, соның шешімін табу. Өзіміз Нұр Отан партиясының Қызылорда облыстық филиалында да қоғам қабылдау жылына 2 рет өткізіп, сайлаушылармен кездесіп отырамыз. Сол кезде келген өзіміздің сайлаушылардың, осы қала тұрғындарының мұң-мұқтаждарын тыңдап, қолымыздан келгенше көмек беріп, больницаға жатқызу, квота алып беру, я болмаса кейбір
көмір жоқ, отын жоқ үйлерге өзіміздің мекемеміздің атынан біраз көмектер беріп келе жатырмыз. Одан кейін мектептерде кем-кетік балалар болады, солардың киіміне жылына 10-15 баладан әр мектепке көмектесіп отырамыз. Содан кейін жаңа оқу жылына мектепке бара жол деген акция бар ғой, осыған қатысып бірінші қыркүйек сабақ басталар кезде солардың тағы да мектептің балаларына мектеп жабдықтарының киіммен жабдықтап отырамыз. Енді өзімнің мекемемнің атынан көп нәрселерді мен бюджетке айтқызып жеткізгенмен қазіргі нарықтық экономика қиындау кезінде кейбір нәрселерін орындалмай қалатын жағдай бар. Сондай кезде мен мысалға жақын арада Әл-Фараби көшесінде 350 метр жерде жол салып бер деп арызданып келіп еді. Оны қалалық әкімшілікке жеткізіп, коммуналдық құрылыс жол бөліміне тапсырып едім. Ол бюджеттің аздығын алғаннан кейін біз өз мекемеміздің есебінен тас жол салып бердік сол 350 метр жерге. Мен де өзім қанша адамға көмек бергенмен оны жарияламайтын адаммын. Өйткені төбеде бір Алланың өзі біліп отыр ғой. Әрине. Біздің талап өтініштерімізді өңір басшылары, қаланың, облыстың әкімдері қолдап отырады. Менің осы былтырғы істеген жұмыстарым осы билікке өтініштерімізді жеткіздік, халықтың берген. Соның айғағы ретінде қазіргі мына Байділдаев көшесіне асфальт жол салынды. Әл-Фараби аумағында көшелерге ГБС төсеу және асфальттау, аяқ су мәселесі. Әл-Фараби көшесі екінші бетіне электр бағаналары орнатылды. 261 мектептің жанындағы көшелерді тегістеп, жол, аяқ су мәселелері ол жерде шешілді. 271 мектептің жанындағы Ақжол көшесіне асфальт төсеу, аяқ су мәселелері, көшелері жарықтандыру жұмысы ішінара орындалды. Енді жаңада айтып өттім, қазіргі нарықтың қиындау кезінде бар жер бірден бітіп қалмайды. Кезең-кезеңмен бітеді. Кейбір кезде біздің сайлаушыларымыз оны түсінбей қалатын жағдайлар болады. Енді өзі үйдің семьясында да бюджеті сондай ғой, бір затты бәрі бірден алынбайды, шамалы кезекпен кезек алыну керек. Сондықтан сол сияқты мәселелер шешіліп жатыр. Біздің өңір басшылары бұл мәселеге қатты көңіл аударып отыр. Назарында. Сондықтан істелінеді, әлде кемшіліктер деп ойлаймын өзім. Енді осы 16-шы пролетар сайлау округіне қарасты аумақ, жаңа өзіңіз атап өткендей шет аймақтар жатады ғой. Шет аймақтың мәселесі көбіне шет қалып жатады дейді, бірақ сіздің сөзіңізге қарағанда олай емес сияқты, бұрынғыдан сең жүрген сияқты. Сең жүрді. Енді осы әлі күнге дейін шешімін таппай, қордаланып, осы мәселе деп жаңағы алға қойып отырған мәселе бар ма осы аумақтарға қатысты? Ауыз су болсын, басқа да болсын. Мен пролетар сайлау округі қаланың шет жағында орналасқан, Шанхай коммунизм, КБ-дің бір жақ шеті кіреді. Бұл жақта аяқ су, газ, тағы да таза су, жол проблемалары әлі көп. Өйткені жаңада айтып өттім ғой, бәрі бірден шешілмейді. Қазіргі кезде біздің қаламыз көркемдігі жағынан, тазалық жағынан осы республика тұрғындарының аузында жүр. Осының бәрі де біздің қала, облыс әкімдерінің жұмыстарының арқасы деп ойлаймын. Кемшіліктердің бәрі бірден орында қалуы мүмкін емес. Сондықтан да облыстық қаланың бюджетіне байланысты біраз мәселе биыл да, ендігі жылдарда шешімін табады деп ойлаймын. Жалпы енді сіз бұл 6-шы сайланған облыстық мәслихат құрамына келместен бұрында да қалалық облыстық мәслихат депутаты болдыңыз бірнеше жылдан бері. Тәжірибе жинақтадыңыз. Депутаттық жақынан болсын, өмірлік тәжірибеде, кәсіби барлығы қалыптаса бастаған кез ғой. Енді осы депутаттық құрам облыстық мәслихаттың 6-шы сайланған қандай баға берер едіңіз өз әріптестеріңізге? Енді мына облыстық мәслихаттың депутаттық құрамына әр саладан келген мықты мамандар, оның ішінде құрылысшы да бар, күрішші де бар, бизнесмендер де бар. Ол жігіттер өздері отырған жиналыстарында өз сайлаушыларының талап тілектерін жіті бақылап отырады. Сондықтан қазіргі облыстық мәслихат депутаттар корпусындағы депутаттардың өте мықты. Өйткені кейбір кезде көп нәрсені телевизиядан көрсетпейді. Бізде сессия болған кезде тиіш өтеді. Оғанға дейін бізде тұрақты комиссия деген болады. Сол тұрақты комиссияда айқай болады. Менің сайлаушыларым тілектері орындалмай қалып, мына жерде анау қалып қойды, мына жерде мынау қалып қойды деген сөздер сөзде орындалып, пісіп жетілгеннен кейін бар бұл сессияға шығады. Сессияда бір теп-тез
бір жып-жылтыр өтіп кеткен сияқты жиналыс. Ал айқайдың бәрі тұрақты комиссияда өтеді. Сондықтан бізді сайлаушыларымыз түсіну керек деп ойлаймын. Біз қолымыздан келгенше әркім өзінің округтарына жұмыс істеуге тырысады. Қолымыздан келгенше. Сосын жаңа тағы да айтып өтем, бюджетке байланысты бұның бәрі де. Енді жас депутаттар жаңа құрамға қосылып жатқан, өзіңізден ақыл кеңесін алып тұратын шығар. Енді жас депутаттар өзіне керек болса сұрайды ғой. Қазіргі жастарға көбісіне керек емес қой ақылдың өзі. Өздері іштен біліп туғандай болып отырады, бірақ енді былай қараған кезде өте мықты жігіттер. Бәрі депутаттық құрам мықты. Енді сессия отырыстарында бір белсенділік танытатын депутаттар болады, өз позициясын көрсетіп. Өзіңіз қандай депутаттардың қатарынансыз? Мен көп сөйлемейтін депутаттардың қатарына қосам өзімді. Өйткені мен істің адаммын, көп сөйлемеймін. Егер де менің мәселелерім шешілмей жатса, сол кезде ғана өзім көзқарасымды, өз позициямды білдіріп, ұсыныстарымды білдіремін. Енді бір мәселеге кейбір кезде әңгімелер болады. Бір мәселені бастаса, соның оң жағынан да, сол жағынан да, алдынан да, артынан да әңгіме айтылады. Мен сондай кезде ішім шамалы ашып отырады. Неге бір әңгімені қайта-қайта соза береді деген. Сондықтан нақты әңгіме, нақты шешім. Көп сөзден гөрі нақты іске қарай қимылдаған жақсы көремін. Жалпы енді біздің қоғамда да қоғам болған соң оптимистік көзқарастар болады, кереғар пікірлер болып жатады. Осы қоғамда сізді қандай мәселе алаңдатады? Дін мәселесі қазір енді көтеріліп келе жатыр ғой көп жерлерде. Бірақ осы мынау теріс ағымда жүрген дінді түбінен шауып балтамен құрту керек еді, бірақ ол әлі құрмай келе жатыр. Қазірдің өзінде біздің Қызылордада жайлап көбейіп келе жатыр. Мына Батыс Қазақстан облыстарында да көтерілді. Бізде де шамалы көтерілді. Осыны мен ойлаймын, республикада отырған үлкен билікте отырған азаматтар осыны таза қолға алса жойылатын нәрсе ғой деп. Басқа мысалға мемлекеттерге мына Өзбекстанда тағы да басқа мемлекеттерде осыған қатты қаралып, түбінен жойып отыр. Бізде соны ойласам деймін. Екінші басты нәрсем бұл кішкентай балалардың болашағы туралы көп ойландырады. Өйткені біздің қазақтың бір-екі мультфильмнен басқа мультфильм жоқ. Қазіргі жастардың, балапандардың көретін тек қана орыс пен шетелше мультфильм. Сотканы ұстайды, соткының ішіндегі де бәрі де шетелдің көрсетілімдері. Сондықтан қазақтың тілі өспейтіні, өрмейтіні осыдан деп ойлаймын. Осыған қатты көңіл бөліну керек, идеологияны мақтау керек бізде, тәрбие болу керек. Мультфильмдер шықса дейсіз ғой. Бұрынғы кезде мысалы бізде комсомол, пионер деген болды, октябрят деген. Олардың идеологиясы қандай еді? Октябрят болған адам екі алса жылайтын тұғын. Пионер болған бала сабақтан қалмайтын тұғын. Сондай өзінің бір алға қойған мақсаттары болатын. Қазір олардың біреуі де жоқ. Әркім қалай жүргізсе солай жүреді. Содан кейін енді мына балапандарды біз болашағымыз ғой. Осыларды жаңағы айтқан тәрбие керек деп отқан сол көбірек мультфильм шығарса, көбірек оқулықтар шығарса, оқулықтардың да көбісі орыс тілінен аударылған. Кейбір кезде мен немерелерімнің сабақтарын тексеріп қарасам, кейбірге түсінбеймін ана сөздерге. Қалай екені аударманы тікелей аударып жүрген. Адам түсінбейді. Одан кейін енді осы балалар өскеннен кейін жоғарғы оқу орнына түседі ғой. Баяғыда деп сөйлеп отқан бұрынғы совет үкіметі кезінде идеология бар тұғын, бір тәртіп бар тұғын. Сол кезде 8 жасқа дейін оқитын балалар оқиды да, 8 жастан училищеге кетіп кәсіптік мамандықтарға тәрбиеленеді тұғын. Оқу жақсы балалар ары қарай жоғарғы оқу орнына түсіп дәрігер, инженер, ұстаз болып өздерінің білімін алатын тұғын. Қазір біздің жастарымыз жаппай институт бітіру керек, я колледж бітіру керек. Қазір бізде істеп жүрген, құрылыста істеп жүрген көп жігіттер мен қыздар бір колледж, бір институттан бітірген, бірақ мамандық ешқандай сапасы жоқ алған білімдерінің. Сондықтан ол жерде жұмыс істей алмайды, шопыр болып жұмыс істейді, тас қалаушы болып жұмыс істейді, сондай жұмыстар атқарып жүр. Қазіргі кезде не көп оқу орны көп қой бізде. Мен ойлаймын, соны баяғыда Қызылорда облысында бір-ақ институт болатын тұғын, бір маман дайындайтын. Қазір оқимын деген балаға сұраныс көп қой. Сұраныс көп болғанмен ақыл оқу ғой. Ақыл оқу болғасын, ақысын төлесе болды, әке-шешесі қинап оқиды. Шыққаннан кейін оқуды бітіріп. Тым ешқандай сапа жоқ, алған білімінде ол ішінде жұмыс істей алмайды. Еңбекте де өзін көрсете алмайды. Қазір бизнеске барсаң да, қай жерге барсаң да, талабы бар, қолынан іс келетін адамды алғың келеді ғой.
ондай адам мектеп институт бітіріп келіп ондай сапасы жоқ болып отырса оны қалай жұмысқа алынады? Бір мысал ретінде айтайын, маған бір орысша сөйлеген жігіт келді, институтты біздің Қорқытты қызылмен бітіріп келген. Мен қызылмен бітіргесін осы қуанып, осы сені жұмысқа алайын деп ойланып отырдым да, невилермен қалай жұмыс істейсің дедім. Сөйтсем, ол маған невилер деген не деген сұрақ қойды. Сосын мен дипломды жаптым да, айналайын бара ғой дедім. Мына қызыл дипломды қалай алдың? Егер де сен құрылысшы болып, невилерді білмесең, онда сен оқымаған адамсың ғой, әшейін сатып алғансың ғой мынаны дегенде қайтарып жібердім. Сондықтан сапалы білім өте қажет біздің жастарға. Дұрыс айтып отырсыз. Жаңағы сан емес, сапасы керек қой Сапаға қарай бізге. мән берілу керек. Иә, сапаға қарай мән берілу керек. Өзіңіз жаңа айтып өттіңіз ғой, құрылыс компаниясы туралы өзіңізді халық, осы аймақ тұрғындары құрылыс компаниясының басшысы ретінде де таниды. Осы жұмысыңыз қалай жүріп жатыр қазіргі таңда? Совет үкіметінен кезінен құрылысшымын. Мен сол бір мекемеге, СПМК1 деген мекемеге 86 жылы ПТО-ның бастығы болып келдім. Бір жылдан кейін главный инженер болдым, 1,5 жылдан кейін сол мекеменің басшысы болдым. Одан кейін келіп Совет үкіметі тарады. Тарағаннан кейін неше түрлі өзгерістер болды. Бірінші АО болдық, одан ОАО болдық. Ең соңынан 2000 жылдары біз ТО дәнекер құрылыс компаниясы болып қайттан өзіміздің құрылды. Бірақ бастапқы жұмыс істеп жүрген адамдардың біраз қалды. Біз көп мекемелер сол кезде сатылып кетті. Біз оны сатпай ұстап отырдық. Жаңа бағанада айтқан саудасы саттық істер дедік қой Байқоңырға барып. Сол кезде сол қарауылды, сол отырған жұмысшыларды асырау үшін, ешқаяқ кетіп қалмас үшін сөйтіп ақша таптық. Сонымен осы құрылыс еліміз егемендігін алды, нарқымыз жөнделді, содан кейін барып құрылыстар басталды. Құрылысшы болғасын айта кететін осы президентіміздің тұрғын үй бағдарламасы бойынша облыста ең бірінші үйді біз салдық. Одан кейін осы тендерлер өтіп жатыр ғой. Қазіргі сол тендерден де біз жеңіп алып, тәжірибемізге байланысты ең бірінші үлкен объектіміз Қармақшыдағы туберкулезге қарсы емдеу орны болды. Соны салып бердік. Одан кейін көп қой енді қазір қарасаңыздар, мынау Тасбөгеттегі облыстық балалар емханасын салып өттік. Біз 16 жыл тапсырдық. Одан кейін қазір күнде халқымыздың барып жүрген сон бар ғой, анау Дарияны, оны да біз салғанбыз. Шиелде 250 адамға арналған поликлиник салдық. Дәл қазір Түгіскен ауылында 140 орындық детсадтың құрылысын осы май айында аяқтаймыз деп жатырмыз. Қазір өзінің жоспарымен келеді жұмыс. Енді Сырдария өзенінің сол жағалауына құрылыс жұмыстарын бастамасын облыстың әкімі мен қаланың әкімі бізге басшылық етіп құрылыс басталды. Осы салып жатқан құрылыстың ішінде біздің мекеменде салып жатқан 40 квартирлі бір үй бар, Нұрлы жол бағдарламасыменен. Ол июльдің ортасында бітіреміз деп қазір сылау әрлеу жұмыстары жүріп жатыр ол үйде. Сосын енді өзіміздің қаражатымыз есебінен СПМК деген, СПМК 70 аумағы бар, сонда тағы да бір 60 квартирлі үй салып жатырмыз. Оны Жилстройбанк арқылы халыққа сатамыз өзіміздің немізден. Осы жақында ғана Тереңөзек ауданында 40 квартирлі үйдің құрылысын жеңіп алдық тендерден. Соның құрылысы қазір нөлі басталып жатыр. Енді алға қойған мақсаттарымыз көп. Құрылысы салып жатырмыз. Мынау микрорайонда тағы да салынатын біздің 6 үйіміз бар. Соның биыл 2 үйін өз қаражатымыз есебінен салып, халыққа сатамыз деген жоспарымыз бар. Алла қаласа, осының бәрін өткізсек, Қызылорда көркейіп, жаңа өзіңіз айтқандай, мен бағана да айтып өткем, Қызылордаға келген адамдар қазір мақтап кетеді. Сондықтан бізде қаламыздың көркейгенін, сол жағалаудың өскенін, өзі Европаға барсаңда, қай жаққа барсаңда, даже біздің өзіміздің астанамыздан бастап, оң жағалау, сол жағалау болып бөлінеді ғой. Біздің де Қызылорданың осындай сол жағалауға етек алып өсіп келе жатқан біз өзіміз қатты қуанамыз. Сондықтан ол жақта болып жатқан құрылысқа белсене араласып жүрміз деп айта аламыз. Бүгінгі сұхбатымызға алып қосарыңыз бар ма тағы? Жаңағы тек қана бағанаға айтып өттім, тағы да бәр нәрсе бірден болмайды, әр нәрсенің өзінің кезеңі бар. Сондықтан Құдайға шүкір ғой, халқымыздың жағдайы, тұрғындардың жағдайы нашар емес, қазір жақсы болып келе жатырмыз. Сондықтан
мен сайлаушылардан сұрайтыным, әр нәрсе өз ретімен шамалы шыдамдылықпен қарап, істің болуын күту керек деп ойлаймын. Енді халқымызда бір әдемі сөз бар, еңбек ер атандырады деген. Осы еселі еңбегіңіз табысты бола берсін, халық алдындағы жұмысыңыз жемісті, жеңісті болып жүре беріңіз. Рахмет сізге. Депутаттар корпусы атқарушы билікпен бірігіп, сайлаушылардың үдесінен шығу жолында аянбай еңбек етері даусыз. Депутаттар үшін ең үлкен баға ол халық сенімі. Ендеше ел мен билік мүддесін қатар алып жүрген халық қалаулыларының қатары көбейсін. Халықтың депутаттың мәселені шешуге деген ынта-ықыласы артсын деген тілекпен хабарымызды тәмамдаймыз. Келесі мәслихатта жүздескенше.